Оралхан ағамыз қандай кісі еді? Оралхан ағамызды өзіміз көзімізбен көрдік. Өзі біздің кішкентай кезімізде қолына көтеріп, бана деп бүйтіп еркелетіп, мына жеріне де асып алып жүрді. Мені нәзік Айжаным деп айтатын. Сосын кейін жақсы көретін. Қалаға барғанда да көбінде көп поддержка жасап жүрді ғой. Сол тағы да не айтамыз? Мен мына Оралхан Бөкеевтің алтын жүректі ұстазым менің деге өзінің мұғалімі, көгілдір көзді жүзіңнен айналайын ұстазым менің дегендегі Самойлова Лина Александровнаның қызы Айжанмын. Сол өзінің қызы да бар Айжан деген. Мені нәзіксің, әдемісің де өзі көтеріп жүретін кішкентай кезімде. Сол бір жерде ғой үйдері тұрады. Мына жардың ар жағында ол кісінің үйдері. Біз мына жердеміз жардан жүгіріп барып үйдеріне нететінбіз. Оның Айман деген сіңі апайы бар ғой, Айман Бөкеева. Ол менің алғашқы ұстазым. Алғашқы ұстазым болғанда бірінші класстан үшінші классқа дейін сол оқытты. Сонда сабақтан шыққаннан кейін ертіп алып келеді, үйдерінде отырам. Өйткені мен мына үйді, ана жақта менімен бірге ойнайтын қыздар менен 2 жас сондай үлкен болды. Олар мектепке барған кезде мен солардың қыр соңынан қалмай, мен де барам деп мектепке 5 жасымнан барып алғам. Сонда Айман мұғалімім мені қалдырмай өзімен бірге партадан құлап қалатынмын. Кішкентаймын ғой. Соны көтеріп алып қайтадан отырғызып қояды. Ары қарай сөйтіп оқып кеттік қой. Сонда Оралхан ағам сол үйді ғой, келсем кәмпитін береді. Сол үйді кешке дейін болам, кешке жақын үйге келем. Таңертең қайтадан мектепке. Жақсы, рахмет.